Сәлем баршаңызға. Жұмсақ әрі тез дайындалатын рогаликки дайындаймыз. 450 грамм ұнымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Мендегі дрожж, свежий дрожж, оны жылы сумен азырақ қантпен алдын ала өстіп аппарат жасап алдым. Көтеріп, сары май, қант, бір жұмыртқа, азырақ ванилин, жарты қасық тұз қостым. Барлығын қосып, жақсылап илеп аламыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Тестамыз дайын болды. Осыны 4 суалаған немесе өздеріңізге ыңғайлы етіп 2-ге бөліп жая берсеңіздер болады. Рогаликкімізге осындай форма жасап аламыз. Менде осындай рогаликкидің бетіне мак пен қантты араластырып, осылай сәндік үшін жасауларыңызға болады. 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз.
рогаликіміз дайын, өте жұмсақ әрі жылдам дайын болады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.